Бәріңізге сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір біз қазақтың қойының құйрық майынан осындай тез арада дайын болатын тіске басар дайындаймыз. Бұны біз нанға қосып жесек, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге дайындайық. Қойдың құйрық майын біз бір қасық тұз салып, суға 40 минут бойына пісіріп аламыз. Піскеннен кейін алып, 2 сағат, 3 сағат бойына суытып қоямыз. Сол кезде біздің майымыз жақсы кесілетін болады. Барлығын осылай жіңішкелеп кесіп аламыз. Қарайып тұрған жерлерін алып тастаймыз. Осылай жіңішке етіп кесіп аламыз. Бұл майдың пайдасы өте көп, табиғи болғандықтан ішінде артық ештеме жоқ, холестерині жоқ, табиғи таза май. Өздеріңіз білесіздер, қандай емге қолдануға болатынын. Ертеректе осы қойдың майын көптеген ауруға ем қылған. Қазіргі кезде бұл май бізде мұздатқышта көп тұрып қалады. Одан да тіске басар жасасақ желініп қалады, әрі бір жағынан өте пайдалы. Барлығын міне осылай кесіп алдық. Өзіңіз қалауынша кесіп аласыз, бірақ қатты қалында болмау керек, жұқа да болмау керек. Енді осылай міне мен 4 қасық шай қасық тұз алдым. Осылай барлығына тұзымызды әр қайсысына кесілген әрбір бөлігіне екі жағына бірдей етіп тұздап шығамыз. Қазір енді біз маринадымызды бастаймыз. Бұл жерде мен қызыл бұрыштан 3 қасық, паприка яғни ащы бұрыштан 2 қасық және қара бұрыштан 2 қасық, 3 бас чеснок қолдандым. Чеснокты теркіден өткіздім. Барлығын бір ыдысқа салып, осылай қасықпен араластырып аламыз. Бізге артық ештеңе қажет болмайды, осы құраммен жасасаңыздар болады. Енді міне дәл осылай барлық майымызды осылай аунатып шығамыз. Барлық жеріне біздің дайындаған қоспамыз, құрамымыз осылай жетуі керек. Барлығын контейнерге салып, аузы жабылатын ыдысқа салып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар қыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер шығарып отырамын осылай. Өзім қолданып көрген рецептілер. Сондықтан да қорықпай, сенімді түрде қолдансаңыздар болады. Осылай дайындап болғаннан кейін енді холодильникке 2-3 күнге қоямыз. Біздің қоспамыз әбден сіңіп, тіске басарымыз кішкене қатуы керек. Сол кезде нанға қосып жеуге дәмді болады. Қалауыңызша кесесіз, біздің тіске басарымыз дайын.